Сәлем достар, қалдарың қалай? Достар, мен бүгін сіздерге осындай 3 слойдан тұратын 3 қатардан өте нәзік, өте дәмді, ауызға салғанда еріп кететін өте дәмді пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен жылы жерде тұрған жұмсақ сары май немесе маргарин 200 грамм, разрыхлитель жарты қасық болады, 2 жұмыртқаның сарысы, 1 кесе қант, ұн керек болады. Ең алдымен жұмсақ сары майымызды мен пышақпен осылай турап шығамын. Осылай майдалап шығамын. Содан соң үстіне ұнды салып, пышақпен араластырып отырамын. Содан соң жарты қасық разрыхлительді салып, қолмен майды езе отырып, қолмен араластырамын. Ұн мен майымыз толық араласып болғанда, 1 кесе қантымызды салып, 2 жұмыртқаның сарысын салып, осындай етіп қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Қамырымызды илеп болған соң, пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке қоя тұрамыз, мұздатқышқа. Содан соң салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге 500 грамм творог, сүзбе, 3 жұмыртқаның сарысы, 1 кесе қант және 1 қасық манный крупа керек болады. Ең алдымен 500 грамм творогты алып, 1 кесе қантымызды салып, 3 штук жұмыртқаның сарысын қосып, сүзбемізді, творогты жақсылап езіп шығамыз. Блендеріңіз жоқ болса, осылай қасықпен езе беруге болады. Бір келкетіп, әдемілеп езіп шығамыз. Ең соңында 1 қасық манный крупаны қосып, тағы да әдемілеп араластырып шығамыз. Салмамызды дайындап болған соң, осындай бір келкі болу керек. Холодильниктегі қамырымызды алып, ыдысымызға салып, қолымызбен жайып шығамыз. Оның үстіне творогтан жасалған қоспамызды әдемілеп жайып, бір тегіс етіп, жайып шығамыз. Және қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 40 минутқа пирогымызды қоямыз. Содан соң 3-ші слойды дайындаймыз. Ол үшін бізде қалған 5 жұмыртқаның ақ уызы бар. Сол ақ уызға 5 қасық қантты қосып, жақсылап миксерлейміз. Жақсылап көпіршітіп миксерлейміз. Содан соң пирогымыздың пісуіне 10 минуттай қалған кезде, осы ақ уызымызды, миксерлеп дайындап қойған ақ уызымызды пирогымыздың бетіне әдемілеп жайып шығамыз. Пирогымызды тағы да 10 минутқа 180 градуста тағы да 10 минутта пісіреміз. Пирогымыз осындай сарғыш, өте әдемі, өте дәмді. Кескенде осылай
3 слойдан тұратын дәмі тіл үйретін өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңдер, өте оңай, өте дәмді. Достар, егер де менің видеоларым ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңдар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Егер сіз менің каналыма жазылмаған болсаңыз, онда жазылыңыз. Рахмет.